Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 10-ші сабақ. Бұл сабақта біз сын есім шырайларын өтетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде сын есім шырайлары өзі үшке бөлінеді екен. Ең біріншісі жай, ағылшынша positive дейді. Екіншісі салыстырмалы, ағылшынша comparative дейді. Және күшейтпелі, superlative деп үшке бөлінеді екен. Және оның өзі үш түрлі болады екен. Біріншісі бір буынды, екіншісі көп буынды, және ерекше жағдайы болып бөлінеді екен. Енді бір буындыға мысал келтірейін. Nice деген сын есімді алайын, мағынасы сүйкімді. Енді салыстырмалы comparative-та біз сүйкімді дегенді сүйкімдірек деп қалай айтамыз. Бұл кезде бір буындыда ER осы сын кез келген сын есімнің соңына қойылса, ол бізде салыстырмалы болады екен. Мысалы, nice деген сөзден nicer, сүйкімдірек деген мағынаны береді екен. Енді күшейтпеліде қалай болады? Superlative-те. Бұл жерде біз EST-ді сол сын есімге соңына қоямыз. Сол кезде, мысалы, the nicest деген өте сүйкімді болады екен. Міне, nice сүйкімді, nicer сүйкімдірек, the nicest өте сүйкімді болады екен. Келесі мысал, hot деген ыстық, hotter деген ыстығырақ. Байқасаңыздар, Т әріпі де қосылып тұр, ER-ға. Неге десеңіздер, бұл жерде үндестік заңына байланысты Т деген әріптер, G, N деген әріптер екі рет қайталанады екен. Мысалы, hot болса, енді ыстығырақ деген hotter болады екен. Енді өте ыстық деген the hottest болады екен. EST соңына қосылды, the hottest өте ыстық болады екен. Енді келесі мысал, long деген ұзын, longer ұзындау, ER қосылды. The longest, EST қосылды. The longest ең ұзын болады екен. Келесі, happy, бақытты. Happier, бақыттырақ. Қарасаңыздар, ER-дің алдына I деген әріп қосылды. Неге десеңіздер, өйткені happy деген Y-ға әріпіне аяқталып тұрғаннан кейін, Y-дің орнына I әріпі қойылады екен. Happier, бақыттырақ. Және the happiest, ең бақытты деген сөз болады екен. Келесі мысал, strong деген қатты, stronger, қаттырақ, the strongest, ең қатты. Келесі, соңғы мысал, old деген үлкен, ескі деген мағынаны береді. Older, үлкендеу, the oldest, ең үлкен. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бір буындыда салыстырмалыда ER және күшейтпеліде EST соңына қойылады екен. Енді көп буындыда қалай болады? Көп буындыда, енді өзі аты айтылып тұр, көп буынды болғаннан кейін, мысалы, interesting, қызықты деген сөзі. Енді бұл жерде қызықтырақ дегенде біз бір буындыкін қолданбаймыз, мысалы, ER-ды. Бұл жерде more болады екен. Сол кезде қызықтырақ дегенде more interesting, қызықтырақ. Және өте қызықты дегенде EST болмайды, most дегенді, көп буындыда most дегенді қолданамыз. Өте қызықты деген the most interesting болады екен. Келесі, beautiful деген әдемі, more beautiful, әдемірек, the most beautiful, ең әдемі. Келесі, difficult, қиын, more difficult, қиындау, the most difficult, өте қиын. Келесі, dangerous, қауіпті, more dangerous, қауіптірек, the most dangerous, аса қауіпті. Келесі, comfortable, ыңғайлы, more comfortable, ыңғайырақ, the most comfortable, өте ыңғайлы. Келесі, serious, салмақты, бұл жерде мінез жайлы айтылып тұр, салмақты мінез. More serious, салмақтырақ, the most serious, өте салмақты. Байқасаңыздар, күшейтпеліде the артиклі қолданады екен. Енді соңғысы ерекше жағдай дегеніміз, бұл жерде ER, EST, more, most-та қолданылмайды. Бұл жерде өзі ерекше жағдай. Мысалы, good деген сын есім, жақсы деген мағына. Енді жақсырақ деген мүлдем өзгеріп кетеді. Better болады. Және
ең жақсы деген the best болады. Келесі bad деген жаман. Worse деген, көрдіңіздер ме? Түгелмен өзгеріп тұр. Worse деген жаманырақ. The worst деген ең жаман деген сөзді білдіреді. Сол little, кішкентай, less, азырақ, кішірек деген мағына береді. The least деген өте аз. Соңғы мысал much, many деген екеуі де көп деген мағынаны білдіреді. More деген көбірек деген, the most деген өте көп деген мағынаны білдіреді екен. Бұл енді қалай ажыратамыз десеңіздер, осы сөзді ерекше жағдай жаттап алыңыздар. Қалғанның бәрі бір буынды немесе көп буынды. Ал қалай ажыратамыз десеңіздер, бір буынды өзі аты айтылып тұр. Бір-ақ буын бар, мысалы nice, hot, long, көрдіңіздер ме? Бір-ақ буын. Көп буынды да interesting, beautiful, difficult деген өзі екі немесе одан да көп буыннан тұратын сөздердің бәрін көп буынды болып осылай ажыратады екенбіз. Тағы бір мысалдар келтірейін сіздерге. Міне, long деген ұзын деген сөз. Longer, er қосылды. Ұзынырақ, міне. Және the longest, өте ұзын деген сөз екені est қосылды. Short деген қысқа. Shorter деген қысқарақ, міне одан қарағанда қысқа. Er қосылды. Және shortest деген est қосылды. Ең қысқа деген мағынаны білдіреді екен. Келесі мысал, hot деген бір мағынасы ыстық, екінші мағынасы ащы екені. Мына жерде енді ащы мағынасында қолданып тұр. Hot деген ашты, hotter, er қосылды сонда. Ашырақ, the hottest, өте ащы деген мағынаны білдіріп тұр, көрдіңіздер? Сонда est қосылды. Келесі мысал, nice деген сүйкімді, әдемі деген мағынаны білдіреді. Nice, сүйкімді, nicer, er қосылды. Сүйкімдірек, the nicest, est қосылды. Бұл жерде өте сүйкімді деген мағынаны білдіреді екен. Келесі мысал, fat деген семіз, толық деген мағынаны білдіреді. Fatter, семіздеу, fattest, ең семіз. Келесі, happy, бағана өттік, бақытты, happier, бақыттырақ, the happiest, өте бақытты. Small, кіші, smaller, кішілеу, smallest, ең кіші. Келесі, big, үлкен деген сөз. Bigger, үлкендеу, biggest, ең үлкен. Мына ерекше жағдай бағана өттік. Good деген жақсы, better деген жақсылау, the best деген өте жақсы деген мағынаны білдіреді. Енді осыған байланысты сөйлем құрап үйреніп көрейік. Than деген қарағанда, оған қарағанда деген мағынаны білдіреді екен. Мысалы, he is дейді ол, older, үлкенірек, than you дейді, сенен қарағанда. He is older than you, ол сенен үлкенірек дейді. Біз өткенбіз good, better, the best деген мағынасы жақсы, жақсырақ, өте жақсы деген екен. Мысалы, I feel дейді. I feel деген мен сезінем. Better. Мен өзімді жақсырақ сезінем дейді. I feel better. Жақсырақ деген бұл жерде better деген мағынаны білдіріп тұр. Салыстырмалы сұрай. I want you to stay дейді. Мен сенің қалғанды қалаймын дейді. Here. I want you to stay here longer дейді. Сенің осы жерде ұзағырақ дейді. Longer деген ұзағырақ. Сенің осы жерде ұзағырақ қалғанды қалаймын дейді. Келесі, it was longest day. Бұл жерде күшейтпелі сұрайы. Өте ұзақ күн болды дейді. Longest day деген өте ұзақ күн. She likes дейді. Ол қыз ұнатады дейді. Long dress. Оған дейді. Ұзын көйлек ұнайды. Long деген ұзын. He is дейді ол shorter than me. Shorter деген қысқарақ деген сөз. Ол дейді оның бойы менікінен кішірек дейді. Қысқарақ, кішірек деген short деген осы мағынаны береді. Келесі, he is дейді shortest pupil in the class. Ол дейді сыныптағы ең кішкентай дейді. The shortest. Ең кішкентай оқушы pupil дейді. Келесі,
It is easy for me дейді. Easy деген жеңіл деген сөз. Бұл маған оңай дейді. Енді салыстырмалыда қалай болады? It is easier than I thought дейді. Бұл дейді мен ойлағаннан дейді. Да оңайырақ екен дейді. Easier оңайырақ екен дейді. Келесі. What is the easiest way to learn English? Бұл жерде күшейтпелі сұрай қолданып тұр. The easiest деп тұр. Ағылшынша дейді, үйренудің ең оңай жолы қандай? What is the easiest way to learn English? Ең оңай дегенде the easiest деген мағына екен. Келесі, Алматы дейді, is the most beautiful city in Kazakhstan дейді. Is the most beautiful деген ең әдемі деген сөз. Алматы Қазақстандағы ең әдемі қала дейді. Ең соңғы мысалымыз we live near дейді. Біз дейді жақын жерде тұрамыз дейді. We live near a big market. Big деген үлкен. Біз үлкен базардың жанында тұрамыз дейді. Енді осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.